келсе тәнің бүгілген, добаға түспей басылмас. Бойдағы қаның жүгірген, бойдағы қаның жүгірген. Ей, сақадай сай боп ақтаңнан, көзінде ойнап от жанған. Айтқаның қылмай дәлелдеп, айтқан ба жігіт көкпардан. Айтқан ба жігіт көкпардан. Асаулармен арпалыспай, жан берісіп жан алыспай, жон арқадан тер ағызбай, шапқан көкпар көкпарма. Жоқ тайғары батылмастан, тоқтаяғы батылмастан, шаппай далып алқынбастан, шапқан көкпар көкпарма. Асаулармен арпалыспай, жан берісіп жан алыспай, жон арқадан тер ағызбай, шапқан көкпар көкпарма. Жоқ тайғары батылмастан, тоқтаяғы батылмастан, шаппай далып алқынбастан, шапқан көкпар көкпарма. Шапқан көкпар көкпарма. Бәрекелді, атқа мінген қазақтың рухы асқақ демекші. Бүгін Шымқалада дүбірлі дода, думанды дода, өнерпаздардың арасындағы кіл сайыпқыранның жиналуымен көкпар өткелі жатыр ағайын. Мәдениетін жоғары ұстаған өнерпаз жігіттердің бүгінгі думанды додасының куәсі сіз бен біз. Ал жігіттер тақымдарын салмасын. 4 облыстың 4 тағанның жиналған жігіттері бүгін Шымқалада ұлы көшті бастап келген Ақмола облысының көкпаршылары, жетекшісі, қазақтың айтулы әншісі, эстраданың жарық жұлдызы айланып өтеміз. Досым Таңатаевтың жетекшілігімен келген жігіттерге қол соғып қошеметтеп отырайық. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар. Өнер адамдарының арасындағы жолдастық кездесу. Ақмола облысы Арқаның төрінен келген Қарағанды шаһары құрама командасы, Шымкент қаласы жетекшілік қылған Саят. Алдарыңызға міне жарыстың ашылу салтанатына кеп тұрған өнер адамдарының арасындағы көкпарымыздың ашылу салтанаты. Құттықтау сөз Түркістан облысы Көкпар Федерациясының президенті Қани Ахметбаев мырза марапаттайды. Құрметті атсүйер қауым, қадірменді мына қазақ елінің, қазақ жерінің өнерпаз азаматтары, жарысқа қатысушы өнерпаз шабандоздар, бүгінгі көкпар ойынның достық кездесуіне баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі ойын, достық ойындарымыз өте керемет өтсін. Мына бастамаға өте қуаныштымыз. Бастамаларыңыз үлкен маңызды, үлкен қасиетті десекті болады. Себебі мына ұлттық құндылық көкпарымызды насихаттап, елге осында бір достық ретінде насихаттабасыздар. Құда қаласа бүгінгі ойын тартысты өтсін, қызықты өтсін, аттарыңыз талмасын, салымды болып, үміткер мықты араларыңыздағы шабандоздарыңыз жеңімпаз бола берсін. Бүгінгі достық жарысымыз, көкпар ойынымыз ашық деп жариялаймын.
Ой, рахмет. Міне, қазір алдарыңызда жолдастық кездесуге дайындалып тұрсын. Ақмола облысы, Қарағанды облысының өнер адамдарының ортасындағы жолдастық кездесу. Қазір екі команданы алып келсеңіз, мына жерге Жексен ағамыз бата береді. Сонымен жолдастық кездесу Ақмола облысы мен Қарағанды облысының арасындағы жолдастық кездесу. Қалайық, Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Өр рухқа бастайтын, қазақтың дәстүрлі мыңдаған жылдар бойы келе жатқан ойынымыз көкпар. Бүгінгі қазақтың да рухын көтеруге жазсын. Күндеріміздің көбісін мерекелді, ісіміздің көбісін берекелді болсын. Айтар сөзімізді Тәңірім бәрекелді етсін. Қауіп қатер, жазым жарақат, тағы да басқа көлденең кесепаттан сақтасын. Ал тойымыз құтты қайырлы болсын. Аумин. Айтқаныңыз келсін Жексен аға. Құда қаласа міне Жексен ағаның батасы берілді. Көкпарымызды бастауға төрешілер сақадай дайын. Ақмола облысы мен Қарағанды облысының өнер адамдарының арасында жолдастық кездесуді бастауға рұқсат. Төрешілер, қазір міне сіздерге қарап тұрмыз. Қай командта қай өнер адамдарын ойнайтынын қазір ойын барысында айтып өте береміз. Қарағанды облысы, Ақмола облысының арасындағы жолдастық кездесу. Қарағанды облысы мына құрамда ойын көрсететін болады. Бірінші нөмірді Рысалды Айтуған, команда капитаны Жанатып Бауыржан. Екінші нөмірде, үшінші нөмірде Беркінбаев Әмірхан. Төртінші нөмірде Тілеубеков Сұлтан. Бесінші нөмірде Айтжанов Дәурен. Алтыншы нөмірде Жастілегов Шапағат. Жетінші нөмірде Дүйсенбаев Данияр. Сегізінші нөмірде Остаев Медет. Тоғызыншы нөмірде Садықов Айдос. Оныншы нөмірде Сәулет Мәди. 11-ші нөмірде Тезекбаев Ерік. 12-ші нөмірде Сепкрай Ерлан. Бұл Қарағанды облысы командасы. Бүгінде Астана жасағы, Ақмола жасағы, Досымжан Таңатаровтың қолдауымен жетекшісі Танатаров, ойыншылар Айбек Ізбасаров, Шахризат Сейдахмет, Бекжан Көпжасар, Әлібек, Айбек Кенес, Батыр Бекжігіт, Марғұлан Сәрсенбеков, Азико Палуан, Ілес Көпболсынов, Жан Сұлтан, Олжабаев Жоламан және Қуаныш Палуан. Бүгінгі Шымкент қаласының төрінде қайнайтын Ақмола облысының көкпаршылары осындай жасақпен келген екен. Төрешілер, бастауға рұқсат. Ойынның алғашқы минуты Серке кіші шеңберден Серкені Ақмола облысының номер 11-ші ойыншысы Серкені кіші шеңберден көтерді. Серке әлі ойын алаңында. Астындағы аты Бөдене. Міне қазір өздеріңіз көріп тұрғандай Ақмола облысының ойыншылары, өнер адамдарының ортасындағы ойыншы 11-ші номерде Салым. Ойынның бұл салым Қарағанды облысының есебіне жазылды. Есеп 1-0 Қарағанды облысының пайдасында. Автогол. Ақмола облысы жақсы дайындалып келген. Қарағанды облысына кішкене жәрдем беріп атқан жері бар ау деп тұрмыз енді. Жоқ, осы дұрыс. Автогол бұл. Міне алдарыңызда Ақмола облысы мен Қарағанды облысының өнер адамдарының ортасында жолдастық кездесу. Тағы да іліп алған 11-ші номердегі Ақмолалық Батыр Бекжігіт. Қазір міне қарағандылықтарын тартып алған сәтті көрдіңіздер. 1-ші номерде Қарағанды облысының
Nömer 1 oyuncusu Rısaldı Aytuğan komanda kapitani. Komandalarga qo'llab bildirib o'tiringizlar. Salom. Unday сәттер болады. Осындай ауа райында кішкене қолайсыздығына байланысты төрешіміздің салым есептемеген көріп тұрсыздар. Ары қарай ойын жалғасады. Есеп әзірге 1-0 Қарағанды облысының пайдасында келеді. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар. Осы өнер адамдарының ортасында қандай керемет тартысты ойын көрсетіп атқан екі облыстың палуандарына да ойын қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар. Жекпе-жек болмайды. Ойын ережесіне сай өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасының ұлттық спорт түрлері қауымдастығының бекітілген ережесіне сай салым болмаған жағдайда жаппай шабылады. Ойын алаңынан сыртқа шыққан жағдайда ғана жекпе-жек болады. Сондықтан қазір жаппайға рұқсат бәріңізге. Міне төреші Свисток берді. Әзір бол аттарыңызға. Серкеәлі шеңбердің ішінде ортада жаңа біз өздеріңізге тілге тиек етіп айтқандай Қазақстан Республикасының өнерпаздары арасындағы жолдастық кездесу есеп 1-0 Қарағанды облысының пайдасында. Ортада Қарағанды облысы, Ақмола облысы. Ойынның 3-ші минуты өтуді. Есеп 1-0 Қарағанды облысының пайдасында. Серке әлі жерде. Ойын ережесіне сай 1 минуттан асқан жағдайда жекпе-жек болады. Серке 1 минуттан артық жерде жатпау керек. Міне қазір ортадағы төреші белгі берді. Енді жекпе-жек. Өздеріңіз білесіз, Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығының бекіткен ережесінде осы ұлттық ойынымыздың ережесінде бекітілген көкпар Серке 1 минуттан артық жерде жатқан жағдайда шеңберге келіп жекпе-жек ойын жалғасады. Серкені жерден көтерген Ақмола облысының нөмір 11 спортшысы Тезекбаев Ерік. Ақмола облысы. Серке Ақмола облысының ойыншыларының тақымында. Міне ойын. Командаларға қолда бір білдіріп отырыңыздар. Көкпар әлі де Ақмолалықтардың тақымында. Міне өзінің әріптесіне ауысқан сәтті көрдіңіздер. Әріптесі не істер екен қазір? Сары жидеде Ақмола облысының өнер адамдарының нөмір 4 спортшы, Ақмола облысы нөмір 4 спортшы ойыншының тақымында. Салам! Ойынның 6-шы минутында салымды салған үлес көп болсын. Ойынның 6-шы минутында тараз басын теңестірген Ақмола облысының нөмір 4 спортшысы. Серке кіші шеңберде.
Ойнаймыз, ойын ары қарай жалғасын табуда. Есеп 1-1. Ақмола облысы менен Қарағанды облысының өнер адамдарының арасындағы жолдастық кездесу. Ойын жалғасын табуда. Міне сары жейдеде өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ақмолалықтар қарсыласы Қарағанды облысының ойыншылары. Кішкене қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар осы азаматтарға. Міне осындай ұлттық ойынымызды дәріптеп жүрген елге көрсетіп, өздеріңізге өнер адамдары тек қана сахнада емес, міне ат үстінде қалай ойнайтынын көрсетіп атқан сіздерге. Міне Ақмолалық 8-ші номерде Қабат деген Айкөкпардың жерде қалғаны. Бұндай болады. Ауа райы да осындай қолайсыздығына байланысты. Екі команда жақсы жасақтап, жақсы дайындалып келген команданы көріп тұрсыздар. Есеп 1-1. Ойын ережесіне сай өздеріңіз көрдіңіздер. Көкпар 1 минуттан артық жерде жатқан жағдайда тоқтатылып, жекпе-жекке шеңберге әкеліп, екі командадан бір-бір жекпе-жекке екі спортшы шығады. Қазір өздеріңіз көресіздер. Ортадағы төреші, ұлттық дәрежеде төреші Тұрапбеков Жамал мырза. Ақмолалық 11-ші номерде, Қарағанды 3-ші номерде. Міне қазір өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бауыржан менен Батырдың арасындағы жекпе-жек қайсысының пайдасына шешілер екен қазір көреміз, өздеріңіз куә боласыздар. Жекпе-жек ойын жалғасуда. Бауыржан Қарағанды облысынан, Батыр Ақмола облысынан. Міне жекпе-жек. Міне Батырдың іліп алған көрдіңіздер. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар екі командаға да. Міне өзінің әріптесіне ауысты. Қазір не істер екен? Ілес Көпбосын тақымына Серкені басып атқан кезде Қарағандылықтың тартып алған көрдіңіздер. Әлі де Ілес Көпбосынның екі дәстүрлі әншінің арасындағы айқас тартысты көрдіңіздер. Міне Ілес Көпбосынның тақымында кетті Серке. Әғіз жан алып жан берісіп жатқан жандар. Міне Ілестің асығы алшысынан қайра түсті. Бүгінде Қарағанды қаласының жігіттерінің тақымынан Серкені суырып алған жайы бар. Міне еңкейген 3-ші нөмірлі астаналық Ақмолалық ойыншымыздың Серке тақымында қайнап алған. Өз мәресіне бет сәтті міне көріп тұрсыздар. Өзі мәресіне қарай кетіп бара жатқан Ақмола облысының спортшысы 3-ші номерде. Өзінің әріптесі міне қазір жәрдем беріп, өзіне Серкені алып атқан сәт. Міне Ілеске пас берген жайы бар. Ышқынып тұрып көтерген Серке. Міне Ілес пен Бауыржанның таласында. Ал көрейік кімнің білек күшінің әлде екенін. Жігіттердің бір-біріне деген көмегі ықпалы әрине әсер етпей қоймайды. Серке жерде, Қарағанды. Серке әлі де жерде жатыр. Мені ойын ары қарай жалғасын табуда. Ойынның 12-ші минуты өтуде. Пұрмай абайлы ар жағына кішкене мұқият болыңыздар. Төреші міне алдыңызда көк атқа бір ескерту жасап қойыңыз. Ойын ережесінде өздеріңіз білесіздер, шауып келіп салуға болмайды. Көк атқа әзір болсын жаны көк ат. Салам! Ойынның 13-ші минутында Ақмолалық Батыр Бекжігіттің салғанын көрдіңіздер. Есеп 2-1. Ақмола облысының пайдасын әзірге. Астындағы тұлпары Бөден атты сәйгүлік. Еліміздің бірнеше дүркін чемпионатында бірнеше өнер көрсеткен, Түркістан облысының намысын қорғаған
жақсы сәйгүліктердің қатарындағы сәйгүлік Бөдене. Ойынның 13-ші минуты өтуде жігіттер. Бүгін біздің еншімізде 15 минуттық қызған ойын болады. Ат пен жігіттің үйлескені бүгін шығар міне. Бөдене мен Батырда үйлесіп ақ тұр. Екеуінің кентавр бейнесіндегі ғажап бір көрініс міне. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, Серке кіші шеңберде төреші қазір міне ойыншыға 2 минуттық ай балаңына жіберді. 8-ші номерлі Ақмола облысының ойыншысы 2 минуттық қаранарға шығарылсын. Жылдам шығып кетеміз. Ойын ережесінде өздеріңіз білесіздер, өрескел бұзған ойыншыға 2 минуттық 5 минуттық ай балаңында тұруға ережеде бекітілген. Ортадағы төреші Ақмола облысының 8-ші номерде ойыншысына 2 минуттық ай балаңына жіберді. Ойын арғарай жалғасын табады. Яғни Ақмола облысы 3 ойыншы менен Қарағанды облысы 4 ойыншы. Міне қазір көріп тұрсыздар, қарағандылықтардың Серкені іліп жатқан жерде, Серке әлі де жерде қалды. Ойынның 15 минуттық бірінші кезеңінің соңғы минуты өтуде. Есеп 2-1 Ақмола облысының пайдасына бірінші кезең әзірге. 30 секунд уақыт қалды. 30 секунд уақыттарыңыз бар жігіттер, қайнаңыздар. Бұндай ақпанның ақ түтек қары біздің Қарағанды мен Астананың жігіттеріне түкке тұрғысыз. Арқаның шаршынақ аязы арқаларынан өтпей бұлардың ебі келмейтіні тағы да рас. Жігіттер қайнаңдар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай Ақмола облысы мен Қарағанды облысының өнер адамдарының арасындағы жолдастық кездесу. Уақыт төреші. Уақыт. Ойынның бірінші кезеңі аяқталды. Ақмола облысы мен Қарағанды облысының ортасындағы бірінші кезеңде есеп 2-1 есебіменен әзірге Ақмолалықтардың пайдасында. Міне ортадағы төреші Жамалбек Тұрапбектің берген белгісі ойыншы Ақмола облысында 3 ойыншы, Қарағанды облысы 4 ойыншы боп бастайды. Ай балаңда тұрған ойыншының 30 секундтық уақыты болды. Қазірге 3-4 боп ойнайды. Серке әлі де кіші шеңберде, өздеріңіз көріп тұрғандай міне Серкені қазір қай ойыншы көтеріп әкетер екен. Ал міне Қарағандының 9-ші нөміріндегі палуан көтерді. Серкені тақымына тастай қып басқандай. Ал енді осы көтергеннен нәтиже шыға ма, шықпай ма, ені алдағы уақытта байқай жатамыз. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, ойын өте қызықты тартысты өтуде. Қарағандылықтардың тақымында Серке. Не істер екен міне қарағандылық ойыншылар? Қасқатты тақымдаған Ерік Тезекбаев. 1-ші нөмірлі Қарағанды құрамасының капитаны. Қарағанды құрамасының үздік ойыншысы. Қанжығасында біраз салымдар байланған жігіттің бірі бірегейі. Батыр Бекжігіт 11-ші номерде міне Ақмолалық. Міне өзінің мәресіне қарай бет алған сәт. Міне қарағандылықтарды жіберер емес. Ақмола мен Қарағандының әкеген ақ түтек бораны міне ақпанда соқпай болмайды енді. Міне тағы да Батырдың тақымында Серке салым бар ма жоқ па
Оның тағдырын шешетін әрине төреші. Біз төрешіге жүгінеміз. Салам! Салым, Батыр Бекжігіт, жарайсың. Батыр Қайна палуан. Бекжігіт Ақмолалық міне салымды еселей түсті. Есеп 3-1. Ақмола облысының пайдасында әзірге міне. Ойын арғарай жалғасын табуда. Есеп 3-1. Ақмола облысы алда келеді әзірге. Ойынның 4-ші минуты. 9-шы нөмірлі Әмірхан палуан тақымына салғандай болды. Әрі қарай көреміз. Тағдыры бұны не шешеді екен. Ай бәрекелді. Міне көріп тұрсыздар. Бекжанның тақымында екен міне. Не деген тартыс, міне қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар. Серке қарағандылықтардың тақымында міне. Әмірхан палуан. Мені қазандыққа қарай беттегендей астында қасқат. Алаяқ. Ерік Тезекбаев палуан тақымында. Қарағандылық Ерік Тезекбаевтың тақымында Серке. Өзінің мәресіне қарай міне. Ақмолалықтарды өздеріңіз білесіздер, мәресін қалай қорғап салдырмай жатқан сәтті көріп тұрсыздар. Жан алып жан беріп жатқан жігіттер қызғыштай қорғап астаналықтар, ақмолалықтарда берер емес. Ерікте еркін шауып көсілуге әрекет жасап жатқан жайы бар. Қолдап қошеметтеп отырайық. Міне көкпар Серке әлі де Еріктің тақымында. Өзінің әріптестері жәрдем беруде, тақымға тасқып бекіткен. Қабат деген айтып болғанша болмады міне. Міне, қарағандылық палуан Әмірхан 9-шы минут, 9-шы нөмірлі 6-шы минут өтіп атыр 2-ші тайымның. Қайна Әмірхан. Жәмеке, сондай жерлерді кішкене ортаға шеңберге шығарып, ойын аут ережесінде көшірсеңіздерші. Нала заборға, темірге жақын жерлерде тоқтатыңыздар. Серке 1 минуттан артық жерде жатуға болмайды. Төреші белгі берді. Міне жекпе-жек. Шымкент қаласы Алматы облысының командасы. Дайын тұрыңыздар, сіздер қазір ойынды бастап кеп жібересіздер. Ойын жекпе-жек ары қарай қазір жалғасын табуда. Шымкент командасы Нұрбол Пайызов, капитан команда Асылбек Бейісов, шабуылшы Фараби Абдыкаримов, шабуылшы Төлеш Әбдібайұлы, қорғаушы. Дайын тұрыңыздар аттарыңызға мініп. Жекпе-жек. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, 11-ші номерде Батыр, Қарағандылықта Бауыржан, Қарағандылық 3-ші номерде Бауыржан, екеуінің ортасындағы жекпе-жекті көріп тұрсыздар. Қайсының пайдасына шешілер екен, қазір өздеріңіз куә боласыздар. Ойынның 9-шы минуты 10-шы минуттарға өтуде. Есеп 3-1. Ақмола облысының пайдасында әзірге. Ойын ережесіне сай 2 минутта, ойыншыға 2 минуттан уақыт береді. 2 минуттан ілмеген жағдайда ауысу. Қабат деген аймын ары қарай ойын жаппай түрде жалғасады.
Merhaba. Mine өздеріңіз көріп тұрғандай өнер адамдарының ортасындағы жолдастық кездесулер өтуде. Екі команда мықты жақсы дайындалған, өздеріңіз куә болып тұрсыздар. Аттың үстінде қалай отырып, аттың үстінде көкпарды міне іліп шауып атқанына жақсы дайындықпен келген, значит оқу жаттығу жиыны дегендей жаттығулары жақсы өткен, команда жаттықтырушылары, ұйымдастырушыларына көп рахмет айтамыз. Осы азаматтарды осындай ойынға дайындап жүрген жаттықтырушы команда жетекшілеріне кішкене қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар. Серке үлкен шеңберден жекпе-жекке айтып кеттік, ойын ережесінде 1 минуттан артық жатуға болмайды. Жекпе-жек міне қарағандылық іліп алған сәтті көрдіңіздер. 10-шы минуты бітіп 11-шы минутқа өтуде. 9-шы нөмірлі Қарағанды құрамасының ойыншысы Дәурен Ілес екеуінің. Жәмеке, темірдің жағасына түскен жағдайда аут қылыңыз, Жәмеке. Жамал аға, темірдің жағасына әзір болыңыздар. Қарағанды облысының Саят Абдығали команда жетекшісі болып алып келген болса, Ақмола облысының команда жетекшісі Досымжан Таңатаров бауырымыз міне командасын жақсылап дайындап келгенді көріп тұрсыздар. Әзірге көкпар қарағандылықтардың тақымында міне айда енді міне өзінің мәресіне қарай. Қарағанды облысының өнер адамдарының Ерік Дүйсенбаев, Тезекбаев міне тақымына Серкені басып мәренің қасында шауып жүрген көріп тұрсыздар. Ерік Тезекбаев бауырымыз міне. Он үшінші минуттары өтіп, 14-ші минут өтуде міне. Есеп 3-1 әзірге Ақмола облысының пайдасына шешіліп тұрған сәтті көріп тұрсыздар. Әзірге ойын бірінші кезең 15 минут өткен, қазір екінші кезеңнің 14-ші минутасы өтуде, есеп 3-1. Әлде осы Серке қарағандылықтардың тақымында дәл қазандықтың ортасында бір қайнаған сәттің куәсі болып отырмыз. Кескілескен шайқас. Алматы облысы, Шымкент қаласы командаларыңыз дайындап атқа мініп дайын тұрсаңыздар, міне қазір бірер минуттарда бітеді осы екі ойынның. Құда қаласа міне өздеріңіз куә боласыздар. Ақтық кездесуге жолдама алған команданы айтамыз. Досымжан Ағатайымыздың бөркін... Салым. Салым! Ойынның соңғы минутысында есепті еселей түскен қарағандылық, есеп 3-2. Ерік Тезекбаев қарағандылық салым салған. Ойынның бітуіне 30 секунд уақыт қалды. Есеп 3-2. Ақмола облысының командасының пайдасына әзірге шешіліп тұрған сәтті көріп тұрсыздар. Серке көтерілу керек, жігіттер, әлде осы уақыт бар. Уақыт төреші. Әшейінде лып еткізіп көтеретін Ілестің де белі шойылық болған қойдым.
Uақыт екі команда бір-бірінің қолын алып, қазір ойын ережесіне ары қарай өздеріңіз көріп тұрсыздар. Міне Ақмола облысы мен Қарағанды облысының ортасындағы жолдастық кездесуде 3-2 есебіменен Ақмола облысы ақтық кездесуге жолдама алды. Команда капитаны Досымжан Таңатаровты құттықтап қойыңыздар. Міне екі команданың бір-біріне келесі ойынға сәттілік тілеп, келесі ойында жолыққанша деп бірін-бірінің қолын алып ырзашылығын білдіріп атқан Ақмола облысы мен Қарағанды облысының өнер адамдарының ортасындағы жолдастық кездесу бітіп, міне Ақмола облысы ақтық кездесуге жолдама алды. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар. Келесі ойынға шақырылады Шымкент қаласы, Алматы облысының өнер адамдарының ортасындағы жолдастық кездесу. Міне екі команда. Еліміздің екі мегаполис қаласы Алматы қаласы мен Шымкент қаласының өнер адамдары арасында жолдастық кездесу. Көкжидеде Шымкент қаласы. Нұрбол Пайызов команда капитаны, Асылбек Бейсов, Фараби Абдухаримов, Төлеш Абдығайұлы, Жанатбек Биболов, Шерхан, Асылзат Кендірбаев, Азамат Жайдармын. Және де Алматы шаһарынан келген өнерпаздар жасағы капитан команда шабуылшы Бақыт, және де қорғаушы капитан Бағлан, актер, каскадер, шабуылшы Еділ, кино актері, шабуылшы, қорғаушы Тәуекел, және де қосалқы құрамда Бауыржан Би, Темірлан, орынбасар Ринат, екінші жасақтың шабуылшылар қорғанысында жүрген Талғат, Мәрлен шабуылшы, Есім, Мадияр, Көркем, Ернұр. Ортада төреші, ұлттық дәрежеде төреші Айтбаев Нұрхан, Түркістан облысы. Екі командаға құда қаласа сәттілік. Нұрхан, темір жағасына түскенде ауыт қылып жекпе-жекке әкел. Ойын жалғасын табады. Көкжидеде Шымкент қаласы, Қызылжидеде Алматы қаласы өнер адамдарының ортасындағы жолдастық кездесу. Ортадағы төреші Айтбаев Нұрхан, Түркістан облысы. Екі команда бір-біріне бер қарай кеп қол алысыңыздар. Екі команда бір-біріңізге сәттілік тілеп, осы екі команданың жеңгені жаңа алдарыңызда өнер көрсеткен жеңімпаз болған Ақмола облысының командасымен бірінші, екінші орынды сарапқа салады. Бір-біріңізді қолыңызды алып ойынға сәттілік тілеп, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Қызылжиде Алматы қаласы, Көкжиде Шымкент қаласының өнер адамдарының ортасындағы ойынды тамашалайсыздар. Ортадағы төреші Айтбаев Нұрхан, Түркістан облысының ұлттық дәрежедегі төреші, талай чемпионаттарда төрешілік жасап жүрген. Қазір міне екі команданы ойынға дайындады. Қазір белгі беруге дайын. Екі команданың ойыншылары дайын болса, төреші ортадағы төреші ойынды бастауға міне белгі берді. Серке кіші шеңберде екі команда қазір көреміз. Қайсы ойыншының іліп алып, қайсы ойыншының шабатынын. Енді қашан балуан еңкейік ал.
Енді қашан жігіттер? Ай, бәрекелді. Алматылық Еділ палуан каскадер өзінің шеберлігін көрсеткісі келбеді. Әттең ай. Сәл-сәл сәттілік жетіспей қалғандай. Ал еңкиеміз. Шымғала қайдасыздар? Ойыншыларыңызға демеп отырыңыздар. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар екі командаға да міне. Көк жейдеде Шымкент қаласы, қызыл жейдеде Алматы қаласы. 1 минутқа дейін серке көтерілмесе жекпе-жек ойыны. Ал. Ойын ары қарай жалғасын табады, қазір жекпе-жек. Бұл палуандардың алғаш кездесуі. Ептілік пен шеберлікті көрсететін күн бүгін Шымғала. Ай, бәрекелді, Еділ өзінің ептілігі міне танытты. Десекте шын жүйрікке тұсау жоқ. Енді осы көтерген еңбекті ұпай қылып үлестіре ала ма, алмай ма, әрине ол Алматылық Еділдің тақымында серке. Десекте алматылықтар өзінің мәресіне келе жатқан сәт. Ал қайнаймыз, жігіттер. Тура қазандықтың үстінде болып жатқан текетірес. Салым. Төреші салым деген белгі берді. Ойынның бірінші кезеңінің 3-ші минутында есепті ашқан. Алматы. Шатаспасақ Еділ палуан. Еділ палуан көтерді, жеткізді, салымға айналдырды. Міне таза еңбек, таза шеберлік. Еділ барша құрметке лайық сияқты. Қолдап қошеметтеп отырайық. Есеп 1-0. Әзірге Алматы қаласының командасы міне 1-0 есебімен алда келеді. Серкен алып келіңіздер, ойын ары қарай жалғасын табады, өздеріңіз білесіздер. Қарсыластары серкені әкелуге дайын тұру керек. Ойынның 4-ші минуты өтуде жігіттер. Есеп 1-0. Алматы шаһарының пайдасына шешіліп тұр. Жұртымның туған бағышын, ұлтымның туған қамышын, әр қазақ менің айбыным, Қауіптікті сақтаңыздар. әр қазақ менің арысым, қолыңда тізгін қамышың, бойыңда жігер намысың, қазанат мінген қазақты. Қауіптікті сақтаңдар, жігіттер. Ертең той бар, түсірілім бар. Осының бәрін ескеріңіздер. Анықтап берер бұлдыда, көкпарды тартар білекті, жүректі туған ұлғана. Алматы қаласының 9-ші номерде, Шымкент қаласы 9-ші номерде Жанатбек Биболовтың тақымында серке. Жанатбек Биболов. Жәкеңнің тастай тақымы алматылықтарға қалай тиетін байқаймыз, әрине осал болмайтыны рас. Серке әлі де Жанатбек Биболовтың тақымында міне. Не істер екен? Мәренің үстіне келді, Жанатбек өтті, кетті деген осы болады міне. Мәрені көрді, серке жерде қалды. Ай, бәрекелді, міне Еділ шабандоздың серкені тағы да тақымына басқаны. Тағы да міне Нұрбол Пайызов міне, Нұрбол Пайызов қайтпас атты сәйгілік. Нұрбол Пайызов міне. Ай, бәрекелді. Белгілі асаба, атышулы асаба Нұрбол Пайызов не істер екен? Алматылықтар мені көріп тұрсыздар, жіберер емес. Міне алматылықтардың қорғанысы қандай. Нұрболдай палуанға мынандай аядай жер аздық етіп тұрған сияқты, кең көсіліп шабатын палуандар ғой. Десекте, бұл ережеге де үйренетін сияқты. Ал енді тағы да теке тірес. Міне алматылықтардың серкені көтергенін көрдіңіздер. Тағы да
Дамкрат, атақты Дамкрат Еділдің тақымында. Атақты Дамкрат, міне Паклишке атақты Дамкрат. Еділдің тақымында Серке. Міне қалай басып алған. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар командаларға. Мәулен. Мәулен екен. Номері жоқ кішкене. Шатасы батын. Мәрлен. Міне мәреге келген сәт. Төреші өттен мұқият болыңыз. Шымкент қаласының командасы бүгін қорғанысқа дайындалып келген сияқты ғой өзі. Әлі де тағымында Серке. Мәрлен әлі де тағымына Серкені мұжып басып, мәреге қарай бара жатқан сәт. Есеп 1-0 әзірге Алматы қаласының командасы алда келеді. Міне Мәрлен мәреге келді. Салым! Ойынның бірінші кезеңнің 9-шы минутында салымды еселей түскен Мәрлен алматылық. Есеп 2-0. Әзірге Алматы қаласының командасы алда келеді. Әзірге алдарыңызда Алматы қаласы мен Шымкент командасының ортасындағы теке-тірес ойын. Есеп 2-0 есебіменен Алматы қаласының өнер адамдарының ойын тамашалап, міне тағы да. Ай, бәрекелді. Еділдің іліп алған сәтін көрдіңіздер. Шымкенттіктерді жіберер емес. Алматы көтерет, Шымкент зүет. Осындай ойынның куәсі боламыз деп басынан ақ топшылаған болатынбыз. Сол дүниенің куәсі болып отырмыз. Міне Серке кермет тартыс. Міне Шымкенттік. Міне нағыз білек күштің сыналатын сәті. Мейіржан Палуан 4-ші Мейіржан 4-ші номерде. Ашуланып қалған ба, жаңа көрдіңіздер қалай тартып алып өзінің әріптесіне беріп жіберген сәт. Бәрекелді. Міне жарқылдаған айқас. Алыспай беріспейім деген қайнап жатқан осы бір шабандоздардың көрінісі шіркін көз тойдырады. Ал енді осы сәт ұпайға айнала ма? Жоқ. Ана атқа тоқтат жіберіңдер, ана атты тоқтат жіберіңдер. Міне ақылды ат. Ойынды заменаны қалай істеу керек? Шауып барып тұра қалған сәтті көрдіңіздер. Мәрлен Палуан, Алматы қаласы. Мәрленнің тақымында Серке міне. Жерде жатқан Серкені көтеруден бір мүлт кеткен емес. Ал енді тақымының қандай екенін тексерейік. Міне Шымкент қаласының тартып атқан ойыншысын көріп тұрсыздар. Мәрлен берер емес. Мәрленнің екі ойы. Өзінің көзі мәреге қарай шабуда. Міне Мәрлен. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар. Салым. Ойынның бірінші кезеңінің 12-ші минутында салымды еселей түскен Мәрлен, өздеріңіз куә болдыңыздар. Есеп 3-0. Алматы қаласының командасы алда келеді әзірге 3-0 есебіменен. Нұрбол салса 10.000 теңге деп атырмын ердемін. Нұрбол салса 10.000 теңге сияқы. Бірінші тайымның аяқталуына 2 минут қалды жігіттер.
Mene dауыс салып алматылықтарды көріп тұрсыздар. Қорғанысқа көшкен сәт өз мүмкіндіктерін пайдаланып есепті бірінші кезеңде 3-0 есебімен қалдыруға әрекет жасап атқан сияқты. Серке әлі де кіші шеңбердің ішінде. Жігіттер, ат салмаңдар. Төреші, мұқият болыңыз. Төреші, мұқият болыңыз. Бұл өнер адамдар, өздеріңіз білесіз. Ертең елдің алдында өнер көрсетеді. Кішкене бір-біріне сәл атты жай салсын. Төреші, қадағалап айтып қойыңыз. Серке Мәрленнің тақымында. Серке әлі де мені қазір өздеріңіз көрдіңіздер, салымды еселеп жатқан Мәрленнің тақымында. Бүгінгі тас тақым Мәрлен болып тұрған сияқты осы ойында. Қазір осы команданың жеңгені жаңағы алдарыңызда жеңімпаз болған Ақмола облысының командасы менен бірінші, екінші орынды сарапқа салады. Өздеріңіз куә боласыздар. Ойынның бітуіне 30 секунд уақыт қалды бірінші кезеңінің. Не істер екен? Ал Мәрлен! Орынбасар! Тақымына Серке басар, нағыз палуан міне. Ардақ ағайын. Уақыт, төреші, уақыт. Бірінші кезең 3-0 есебіменен алматылықтардың пайдасында. Ойын басталды, уақытты алдық. Төреші мұқият болыңыз, қатты қағып атқандарға ай балаңына жіберіңіз ойын ережесіне сай. Ойынның екінші кезеңі міне басталып кетті. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай, алдарыңызда Қызыл Жиде Алматы қаласы, Көк Жиде Шымкент қаласы. Абайлаңыздар жігіттер, бастысы сақтық, бастысы амандық. Ойын арғарай жалғасын табуда. Серке әлі де кіші шеңберде. Міне Серкені қазір Шымкент құрамасы іліп алған ойыншы. Ал кетті қайна палуан. Міне 8-ші номерде Шымкенттік Фараbiді жіберер емес міне Алматы қаласы. Қорғанысты көтте күшті пайдалана білетін Алматы қаласының ойыншылары Фарабидің көкпарын ұстап тартып атқан сәт міне. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар. Төреші қараңыздар, төреші темірдің жағасына абайлатыңыздар. Ортадағы шеңберге барамыз. Ортадағы шеңберден жекпе-жек ойын алаңының сыртына шыққан жағдайда өздеріңіз білесіздер. Жекпе-жек ойынына екі командадан бір-бір ойыншы шығып, ортадағы төреші белгі бергеннен сол екі ойыншыға рұқсат. Екі ойыншыға 2 минуттық уақыт береді, оның ішінде 2 минутта Серкені алып шығып кету керек. Шықпаған жағдайда басқа екі ойыншы кіреді бір-бірден. Менің ішкі түйсігім алдап тұрған жоқ, осы Серке жылдам көтерілетін сияқты. Ал Алматының ойыншысы және Шымқала Шымкенттің ойыншысы. Осы ойын барысындағы алғашқы жекпе-жек көрелік. Шыркынай бәрімен ойламады. Кірмеңдер, кіргізбен. Нұрхан, кіріп кетті ғой Нұрхан. Қарасайшы Нұрхан. Жігіттер,
Ойын алаңын дайындап жүрген жаңа жұмысшыларымыз қайда біздің? Апилка дайындап тұрыңыздар. Келесі ойындарға апилка сеуіп қоймасақ, мәрелер көрінбей қалды. Ойын алаңын дайындап жүрген жаңағы осындағы жұмысшылар кімге міндеттелген еді? Төреші белгі берді. Төреші, өзіңіздің мүмкіндігіңізді пайдаланып, төреші сізге бағыну керек. Команда капитаны ғана сөйлеу керек қой, жерде білесіз қой. Екінші таймның 5-ші минут өтті, жігіттер. Шымқала ширатайық. Уақыт Алматыға бүйрегі бұрып тұр. Сондықтан әлде болсын сәттілік алдыда болу керек. Алеш, ар жақтарыңа қараңдар. Қапталдағы төреші. Ана формасы жоқ ойыншыны ары шығарсаңдаршы. Формасы бар ойыншы қалады қастарында. Көкпар әлі де кіші шеңбердің, үлкен шеңбердің ішінде жатыр. Ортадағы төреші өте мұқият болыңыз. Жекпе-жек болу керек. 1 минуттан асып кеткен жағдайда. Есеп 3-0 Алматы қаласының пайдасында әзірге уақыт өтуде. Ойынның екінші кезеңінің 10-шы минуты өтуде. Есеп 3-0. Әзірге Алматы қаласының өнер адамдарының ортасындағы өнерпаздарымыз алда келеді. Кешіріңіздер, ойынның екінші кезеңінің 6-шы минут екен. Енді ойынның бітуіне 9 минут уақыт қалды. Есеп әлі де 3-0 есебіменен Алматы командасы алда келеді. Қазір жекпе-жек ойыны. Тәуекел Мүсілім. Міне тәуекел Мүсілім. Батырға оң терісі жоқ дейді. Көкпарды қалай болса да басып, өз мәресіне қарай шауып атқан сәтті көріп тұрсыздар. Қазақтың қалып айтқаны жоқ, айтса айтқандай екен. Нұрхан, қарасай не істеп атсың? Қарасандар кішкене. Ай бәрекелді. Серкенің бұтында пытырлатып жатыр жігіттер. Мұна жаққа дейін естіліп жатыр. Серке әлі де тәуекел Мүсілімнің тақымында міне. Бірінші номерден Нұрбол Пайызовтың тартып атқан көріп тұрсыздар. Міне тәуекел қазір өзінің әріптесіне Серкені беріп жіберді. Не болды ойын ережесі? Көкпарды өздеріңіз ережеге сай егарға тосып шабуға болмайды. Ойын ережесі бұзылды. 2 минуттық айып алаңына міне алматылық ойыншымыз отырды. Қазір міне уақытын алыңыздар. 2 минуттық айып алаңы. Нұрхан, басталды ма ойының? Екі минуттық айып алаңда тұрған міне орынбасарды көріп тұрсыздар. 2 минут. Комиссия мүшесімен ерексе берсе тағы 1 минут қосып бергісі кеп тұр. Алдында комиссия мүшесі өте мұқият уақытын алып тұр. Бәрекелді. Тәуекел. Тәуекелге бел байлады. Алматылықтарға тиді міне көкпар. Алматылықтар не істер екен? Көк атпенен басып алған. Бақыт міне, Бақыт. Актер Бақыт міне Серкені басып алып, мәреге келе жатқан сәт. Алдында мәре, астында Көкат, тақымында Серке. Мәреден ары бері өтіп жүр. Бұл өзі уақытты созуға, ойын тәсілменен бұл кісілерге уақытты созуға бар мүмкіндік бар. Төреші, салым бар ма? Салым емес, ойнаймыз.
Ойнаймыз. Ойнаймыз, жалғасады, ойын жалғасады. Кіре бері енді 2 минутын. Комиссия жіберді, айтпасам негізі бір тағы да секундын қабеді 2 секунд. Жа, төреші, мына ойын алаңын дайындап жүрген жұмысшыларымыз қайда біздің? Мәрені белгілеп беріңіздерші. Кім бар ананда? Жаңабек аға. Жа, апилкіменен жіберіңізші 1-2 баланы. Ойынның 10-шы минуты бітіп, ары қарай өтуде, есеп әлі де 3-0. Қызыл жидеде Алматы қаласының өнер адамдарының командасы алда келеді әзірге. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, қазір алдарыңызда ойын ары қарай жалғасын табуда. Солтүстіктен келген командамыз өз жерде өздеріңіздің алдарыңызда футболкамен өнер көрсетіп жатыр міне. Қарағандыдан келген мына Шымкенттің плюсовой температурасында мұздай су іздеп жүр бұлар, су ішейік деп. Су бар ма деп. Ойыншыларға мұздай су дайындап қойыңыздар ойыншыларға. Ал жекпе-жек ойын. Үлкен шеңберде Шымкент және Алматы. Жа, мәре дайындап жүрген палуанды, спортшыларымыз, жұмысшыларымыз қайда біздің? Алданыр. Алматыдан кім шықты? Жекпе-жекке біле ма, тани ма? Міне, Мәрлен мен Шымқалалық 11-ші номерде. 11-ші номерде Шымкенттік. Мәре беріде қалды, мәре беріде қалған мәре. Қабат Әлі де ойын жалғасуда. Тоқтатпаймыз жігіттер, тоқтатпаймыз. Ойынның 12-ші минуттары өтуде, есеп 3-0. Алматы қаласы алда. Міне серкені шиырып салған Шымкенттік. 11-ші ойыншы 11-ші. Ойынның 13-ші минутында салымды салған. Кім 11-ші номерде кім ойнап жатыр 11-шіні? Ерсұлтан бауырымыз, міне Ерсұлтан. Есеп 3-1. Өнер адамдары, өнерпаздар, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Алматы қаласы, Шымкент қаласы, Ақмола облысы, Қарағанды облысының ортасында жолдастық кездесу. Бүгін Шымкент қаласының өнерпаздары осы барлық өнерпаздарды шақырып жолдастық кездесуге шақырып атқан Шымкент қаласының өнерпаздарына алғысымызды айтамыз деп тұр. Міне мынау басқа облыстан келген өнерпаздарымыз. Құда қаласа міне қазір өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ойынның бітуіне 1 минут қалды. Есеп 3-1 Алматы қаласының командасының пайдасында әзірге. Серке. Ай бәрекелді Шымқала. 2-ші номерде Шымкенттік 2-ші номердегі салам. Міне
Töреші. Уақыт төреші. Уақыт төреші. Жаңағы салым есептелді. Уақытқа дейін салынған. Есеп 3-2 есебіменен бұл кездесуде Алматы қаласының өнерпаздары алға шықты. Сөйтіп, ақтық кездесуге жолдама алып, ақтық кездесуде Алматы қаласы Ақмола облысы ойнайды. Үшінші орынға Қарағанды облысы менен Шымкент қаласы өнерпаздары ортаға салады қазір үшінші орынға ойынды Шымкент қаласы менен Қарағанды облысы дайындалсын. Міне екі команда өте тамаша қызықты ойын көрсетіп, 3-2 есебіменен Алматы қаласы ақтық кездесуге жолдама алды. Бір-біріне келесі ойында жолыққанша деп сәттілік тілеп ырзашылығын білдіріп атқан екі командаға қошемет қолдау көрсетеміз. Алматының жеңісімен Қызыл жейдеде Алматы қаласы кән ары бері шабуға сіздерге 1 сағат уақыт. Алға Алматы! Міне Алматы қаласын шауып атқан көріп тұрсыздар. Апилка төсеп аламыз қазананды. Мәрелерді белгілеп аламыз. Қос музыканы 10 минуттық дайындыға Мадияр Палуан. Атышулы Мадияр. Басталды. Шымкент Қарағанды. Қорқытудың желбірегені, бақыттың елжірегені. Шымкент құрамасы Қарағанды облысының құрамасымен 3-ші орынды сарапқа салып жатқан жайы бар. Әзірге Серке көтерілгені жоқ. Жігіттердің жігерін көтеретін осы сәт шығар. Уағалейкум ассалам, жоғаршыңыз. Ал енді қашан палуан? Айдос Еңкей қайда? Ай, бәрекелді, міне Шымкент қаласының палуаны 11-ші нөмірдегі Ерсұлтан атты азаматтың көтерген сәті. Салым бар ма, жоқ па төреші анықтайды. Есеп 1-0. Шымкент құрамасы алдыға шықты. Осы уақытты да ескеріңіздер, ұзын арқан кең тұсау жүрмеңіздер. Ширақ ықшам ойнауға тырысыңыздар. Ал кеттік, жекпе-жек. Жаппай. Ал, көтерді. Қарағандылық Ерік Тезекбаев Шымкент қаласының ойыншысы арасындағы текетірес. Ай, бәрекелді Ерік алды. Сергені тақымына қысқандай. Ал енді осыдан нәтиже шыға ма, шықпай ма, бәріміздің анықтайтын сәтіміз осы. Әлде болса Серке Еріктің тақымында. Фараби көріп көкпарға жармасты. Серкені Еріктен алуға деген. Алып қойды. Шымкенттіктер. Ал. Жандос Палуан. Салым.
Есеп 2-0. 3-ші минутта. Ал Айтуған палуанның да араласатын сәті. Әмірхан палуан шауып келіп көтермек болып еді. Әрине бұл әрекеті нәтижесіз. Қауіптікті сақтаңдар. Ерсұлтан көтерді дейді. Ерсұлтан қайна. Жоқ, салым жоқ қой. Жоқ, салым жоқ. Салым жоқ. Жігіттер, салым жоқ. Дода. Орданғы үлкен шеңберде дода. Ерсұлтан тағы да көтерді Серкені. Серкені екінші жағына аттың бауырымен айналдырып алды да енді мәреге қарай туралап тартуға бел буды. Ал. Салым 3-0. 7-ші минутта. Ойнаңдар. Ойнаңдар, жігіттер, ойнаңдар. Ерік Қайнаш. Еңкей палуан! Ай Бауыржан. Түсік балды. Көкпар жерде Фараби көкпарды өзі жерге түсіріп алған болатын. Ширатаяқ жігіттер 30 секунд уақыт қалды. 30 секунд уақыт қалды жігіттер. Шымкенттің жігіттері енді ашылған секілді, өзінің қарсыластарын енді тапқан секілді. Көтер қарағандылық Ерік палуан көтерген болатын, оған Фараби көтеруіне мүмкіндік бермей жатыр. Әнеке көкпарды тақымына басы Фараби. Салым, 4-ші салым Шымкент. Уақыт. Ол салымда төреші есептей ма, есептемей ма қазір? Есептемеді. Есеп 4-0. Есеп 3-0 екен. Уақыт бітті. Ал бисмиллах, кеттік жігіттер. Ал жігіттер, тура 10 минут еншілеріңде бар.
Ал атты ақырын салыңыздар жігіттер, атты байқаңыздар, атты. Ал Бауыржан, енді қашан? Ал ширатайық, Бауыржан. Дүйім жұрт күтіп тұр ғой. Еліме ай күнімді жарық, бар әлем алдында алашорды қанезіңді танып. Қазағыма әнме шашу арнағасын жыртейін ел үшін. Ойынның 6-шы минуты өтуде, жігіттер 4 минут еншілеріңізде бар. Сондықтан қимылдау керек сияқты Қарағанды құрамасына. Ойынды ширатып, жігіттерді жігерлендіріп, жергілікті Шымкент қаласының тұрғындары қолдап тұрса, қонақтарды нұр үстіне нұр. Ал жігіттер қайнаңдар. Ойын алаңында артық адамдар жүр деген. Олар егерға қайырып шығып кетіп жатыр, 2 минутқа бұлға кейін. 2 минутқа Қаранарға кетті, Егардың басын айналдырған үшін.
Ақын Бегарс. 2 минут қаранарға кетті. Уақыттарың сырғып жатыр. Алаңдама, бәрі жақсы болып кетеді. Ойынның 8-ші минуты жігіттер. 2 минут еншілеріңде бар. Ширатыңдар. Айбаланың уақыт қаранарға кетке палуан. Шықсаң болады әптен. Бірақ та шықпай-ақта ойында бітті. Ойынның аяқталуына 30 секунд уақыт қалды. Құрметті қарағандылықтар, Шымкент қаласының көкпаршылары, 30 секунд уақыттарыңыз. Уақыт. Төреші уақыт. Егерде мұна салым есептелсе 3-1. Ал есептелмесе 3-0. Төреші тағдырын шешсін. Салым бар ма төреші? Онда 3-1. Жеңіс Шымғала. Шымкенттің шымыр жігіттері өздерінің осал қарсылас емес екенін жаңа дәлелдеді. Алматыға жіберген есені Қарағандыдан қайтарды. Төрешілер дайын болса бастаңыз. Міне ортадағы төрешінің белгісі. Ойын ары қарай жалғасын табады. Айнұр. Әр ойында командада осындай қорғаушылар болады. Ойын тәсілі бір ойыншыны ұстауға болады. Міне қазір өздеріңіз көріп тұрсыздар қазір. Ал жекпе-жек. Mine 10. номерде Салым 10. номерде Ақмолалық.
Алматылықтардың іліп алған сәтін көрдіңіздер. Қалай жерден, қандай жерден іліп алғанын. Еділ. Салым. Бәрекелді, қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Салым. Салым. 2-0 есебімен. 2-1 есебімен Алматы алға шықты. Ай, жарайсың Ілес. Ақболалық 10-шы номерде Ілес. Мені қазір қара ақбақай атменен салымды теңестіруге мүмкіндігі бар. Салым! Мені тегетірез ойын. Есебі 2-2 Ілес. Жарайсыздар. Ақмола облысы. 10-шы номерде Ілес. Төреші өтте мұқият болыңыз. Есеп теңде тең. 2-2. Ақтық бәрі жан алып, жан беріседі, сондықтан бәріне мұқият болу керек. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Жерде жатқан серкеге келген Ілесті көкпарды. Ай, бәрекелді Ілес, жарайсың, есепті еселейтінде сәт келді. Есепті еселеуге мүмкіндік келіп тұр. Міне алматылықтар да жіберер емес. Салым! Жарайсың, Азамат! Есеп 3-2 Ақмолалықтар алға шықты қазір міне. Ілес, ойынның екінші кезеңінің 7-ші минуты. Уақыттың тең ортасынан астыңыздар жігіттер, ширатсаңыздар. Ілес қайнады осы жолы, шынайы қайнады. Мені қазір тағы да жерде жатқан серкеге, шешеңбердегі серкеге келіп тұрған екі команданың ойыншыларын көріп тұрсыздар. Қайсысы қалай мүмкіндікті пайдаланар екен? Есеп 3-2. Ай, Батыр балуан жарап тұрсын. 8-ші минут бітіп отыр. Давай, стоп! Міне Алматы қаласының ойыншысы қазір көкпарды іліп алып, мәресіне қарай бет алды. Әдем! Серке тағы да Мәрленнің тақымында. Сәрке. Мәрлен әлі де тақымына басып берер емес. Давай! Абайла темірге барғанда мұқият болыңыз төреші.
Өзінің әріптесіне беріп жіберді қазір міне. Өз әріптесі номерінде жидесі жоқ Көремай ақынымыз орынбасар. Жаңа ғана өте тамаша ойын көрсетіп жатыр орынбасар қазір міне. Уақыт қандай болды Айнұр? Уақыт. Уақыттың 13-ші минуты бітіп атыр. 13-ші минуты бітіп атыр. Есеп 3-2. Уақытта тұрмыз, дәге. Жоламада қанша! Ай, жолама орайдаш! Алматы! Төреші өте мұқият болыңыз. 5-ші ойыншы кіріп кетпесін осы жерден енді. Bir minut uақыт қалды жігіттер. Ойын ары қарай жалғасын табады. Есеп 3-2. Ақмола облысы алда келеді әзірге. 1 минут. Батыр Нераслав. Ойынның соңғы минуты өтуде. Ойынның 15-ші минуты өтуде. Жекпе-жек. Жекпе-жек. Не істер екен міне уақытқа өте мұқият қарап тұр. Команда жетекшілері жақсы қадағалауда. Міне көкпарда Серкені Лес, Ақмолалық Лес. Бұл есепті еселеуге мүмкіндік бар. Салым. Міне Лес. Уақыттың соңғы секундтары өтуде. Соңғы қашасы? 10, 20. Уақыт. Міне Ақмола облысы бүгінгі жолдастық кездесулердің Алматы қаласы, Шымкент қаласы, Қарағанды облысы арасында өнерпаздарымыз, өнер адамдары арасындағы жолдастық кездесудің жеңімпазы Ақмола облысы. 4-2 есебімен ақтық кездесуде жеңіске жеткен Ақмола облысы. Ойын ережесі Ақмола облысы. Келіп қол алысыңыздар. Ақмола облысы қол алысамыз. Келесі жарыста жолыққанша деп бір-біріңізге сәттілік, амандық. Келесі жарыста жолыққанша қош сау болыңыздар деп бір-біріне міне қазір. Ақмола облысы жылдамдатыңыздар. Астана Ақмола облысының Досымжан Таңатаров бастап келген жасағы бүгін өнер көкпарының жеңімпазы, чемпионы атанды. Олай болса бүгінгі алтын төсбелгі, алтын бірінші орынды медальдалып отырған Ақмолалық жігіттерді құрметтеп, қошеметтеп, айғайлап, шулап, демеп отырайық. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар мен алдарыңызда. Ақмола облысы Алматы қаласының ойыны бітіп 4-2 есебімен Ақмола облысы жетті. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар. Осы бір жұлдызды көкпардың жұлдыздары атанған Ақмоланың жігіттері қандай құрметке болсын лайық. Барлық команда жетекшілері, командаларыңыз келсін. Жарыстың жабылу салтанаты. Барлықтарыңызға арнайы Көкпар Федерациясы президентінің атынан сыйақы бар, келіңіздер. Міне Ақмолалықтар, Досымжан Таңатаров бастаған команда. Қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар.
Ақмола облысы жеңістеріңіз құтты болсын. Командалары міне бірінші орынға жетіп, қуаныштарына қойыны сыймай тұрған Ақмола облысы, Алматы қаласы. Қарағанды облысы, Алматы, Шымкент қаласы. Келсеңіздер. Құрметті спортшылар, құрметті жанкүйерлер, мына өздеріңіз куә болғандай бүгін еліміздің өнерпаз адамдары, өнер адамдары өздерінің арасында Алматы қаласы, Ақмола облысы, Шымкент қаласы, Қарағанды облысының арасында жолдастық кездесуге бүгін Шымкент қаласының өнерпаздары осы елге шақырып, осындай жолдастық кездесуге ұйымдастырып атқан. Осы кездесудің қазір жабылу салтанаты. Сәл сабыр қылып тұрсаңыздар, мынау жаяу тұрғандар бері өтіп кетіңіздер сіздер, мынау ар жақта аттың қасында тұрғандар. Құрметті қонақтарымызды айта кетсем сіздерге, қазір Қарағанды Қазақстан Республикасының Көкпар Федерациясының президенті Имашев Мұхтар мырза осында, міне мәге қолыңыз көтеріп қойсаңыз. Қазақстан Республикасының ұлттық спорт түрлері қауымдастығының бас хатшысы Нұрсұлтан Ибрагимов мырза осында, міне. Және Түркістан облысы Көкпар Федерациясының президенті Ғани Ахметбаев мырза осында. Келесі құттықтау сөз Қазақстан Республикасының Көкпар Федерациясының президенті Имашев Мұхтар мырзада. Ассалаумағалейкум. Мынау жасқа жиналған бүткіл қауымды, одан кейін мынау өзіміздің өнер адамдарына, өнер інілеріміз, өнер жолында жүрген. Біріншіден мына сіздерді атқа мініп көкпар тартып атқандарыңызды көріп шын жүректен қуанып жатырмын. Мынау нағыз жау жүрек бабалардың ұрпағы екендеріңізді көрсетіп жатсыздар. Рахмет сіздерге. Мынау жеңістеріңізбен құттықтаймын. Мына ауа райға байланысты әңгімені қысқартып сөйлейік. Бірінші орынды алғандарға, жігіттерге құттықтаймыз. Екінші орынды да мынау ол мәселенің бәрі бұл жерде бірінші орын, екінші орын емес, өнер адамдарына. Ең басты мәселе осы жарысқа қатысып, өздеріңіздің енді мына мықтылықтарыңызды көрсетіп жатсыздар. Құтты болсын бәріңізге. Мына жеңілген командалар жақсылап шындығыңыздар енді. Сіздерге де жеңіс тілейміз. Осы біздің ұлттық спортты Құдай қаласа бұдан да биік деңгейге көтере беріңіздер. Бәрі сіз боп, біз боп кіріссек бұл спортқа. Ата-бабамыздан қалған енді өзіміздің ұлттық спортымыз. Үлкен рахмет сіздерге. Қолға алып көтере берейік бәріміз. Бүгінгі мына көкпар додасы өте бір жақсы, жоғары деңгейде өтті. Енді осы Досымжан аға осы бәсекені бір тамашалап қайтсаңыздар деп шақырған еді. Енді жоспарға сай келіп көрген едік. Өте разы болып қайтып отырмыз. Осы жарысты жоғары деңгейде ұйымдастырған үшін Ғани ағамызға, осындағы Мұхтар ағамызға шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Бекболат аға да осы Бекболат Қанайұлы Тілеухан ағамыз осы шарадан хабардар, шынайы сәлемін жолдап жатыр. Бұйыртса енді осы жоспарды жоғары деңгейде жалғастырып, Құдай амандығын берсе, үлкен жарысты бұйыртса енді алдағы уақытта нағыз өнердің көкпар қыранын анықтайтын күн алыс емес деп ойлаймыз. Мына жерде сыбайластық бар, жемқорлық жоқ енді жігіттер. Ал жігіттер, өте мен де қуаныштымын. Осындай өнерпаз азаматтардың атқа қонып, керемет өнер көрсетіп, оның ішінде мына құрмет қадірлі ұлттық спортымыз көкпар ойыны осындай насихатқа жасап атқандарыңа шексіз алғысымыз. Алдағы уақытта да осы көкпар ойындарында өздеріңіз жалғасын табады деген ойдамын. Келесі жолы мына бүгінгі сында додада жеңілген командаларды биік тұғырынан көтеруіне тілектеспін. Енді ендеріңіз саулық тілеймін, жаманшылық аулақ болсын, өнерде де осы спортта да алда болуына тілектеспін. Көкпарымыз жасай берсін. Келесі марапаттау рәсімі. Осы жарыста 3-ші орынды жеңіп алған марапаттау рәсімі Түркістан облысының Көкпар Федерациясының президенті Ғани Ахметбаев мырза марапаттайды. 3-ші орын
Шымкент қаласы. Осы жерде бере беріңіз, келеді жерге. Шымкент қаласы. Шымкент командасы міне. Шымкент қаласының Ақшалай сияқы көкпар федерациясының президенті Мұхтар Имашев мырзадан 3-ші орынға арнайы сертификат және 100 мың теңге Қазақстан Республикасы көкпар федерациясының президенті Имашев Мұхтар мырзаның атынан. Екінші орын арнайы сертификат марапаттау рәсімін жаңа айтып кеткенде Қазақстан Республикасының ұлттық спорт түрлері қауымдастығының бас хатшысы Нұрсұлтан Ибрагимов мырза марапаттайды. Екінші орынды жеңіп алған Алматы командасының құрама командасы. Арнайы Қазақстан Республикасының көкпар федерациясының президентінің атынан арнайы сертификат 150 мың теңге, ақшалай сыйақы 150 мың теңге екінші орынға. Міне Мадияр мырзаны көріп тұрсыздар, қанша гол салғанын өзі біледі. Міне тұрыс және бірінші орын марапаттау рәсімін жүргізетін қазір ғана айтып кеткен Қазақстан Республикасының көкпар федерациясының президенті Имашев Мұхтар мырза марапаттайды. Бірінші орын Ақмола облысы. Міне дайындықпен келген Досымжан Таңатар мырзаның командасы арнайы 200 мың теңге арнайы сыйақы, ақшалай сыйақы. Құтты болсын. Қазір міне өздеріңізге жаңа айтып кеттік біз. Әр уақытта біз осы көкпарды алға көтереміз деп міне осы Мұхтар ағамыз қазір 4-ші командамыз келген Қарағанды облысының команда жетекшісі келсе, мына Шымкент қаласының өнерпаздары, Шымкент қаласының өнер адамдары ұйымдастырып осы жарысты Нұрбол мырза бастаған екен. Жаңа Нұрбол, қайдасың? Келші Нұрбол. Келіп, ынталандыру тобына 50 мың теңге сыйақы. 50 мың теңге сыйақыны Нұрбол өзің сөз айтып Қарағанды облысына беріп жіберсең. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, көкпар сүйер қауым, қонақтар, Ғани аға, Мұхтар аға, сіздерге Алланың нұры жаусын. Қолдап, қолпаштап, арқамыздан қағып, қонақтар келе жатыр, қатар тұрайық, күтейік деп мәселе бұл жеңіс емес. Біздің жігіттер жаңағы құрмет жасады, біз уәде қылғанбыз. Орын дегенде мықты болсақ барып алайық, келгендерге құрмет жасайық дегеніміз, жігіттер сөзінде тұрды. Ақмоланы құттықтаймыз, Досеке. Түнде ұзақ намаз оқып едіңіз. Қабыл болды. Мен көрсеткен құбыладан сәл ауысып кетуіңіз біледі екенсіз. Алматыға да алғыс айтамыз, жігіттер. Намыс құламасын, жігіт ұятқа қалмасын, жылқы тұяқтан қалмасын, тұлпар тұяқтан қалмасын деген осы. Қарағанды қапа болмаңыздар, ертең барып тұрып ұтамыз. Жігіттерге де бәріне шабыт тілеймін. Алла нұр жаусын. Осы ынтымағымыз Алла берсін, ел тыныш, жұрт аман болсын. Осы бірлікпен, ынтымақпен қазақтың талай жерінде төбе көрсет, көкпар шабуды Алла нәсіп етсін. Құтты бола берсін. Қарағанды айтуға, Сәке. Мына көженің тәттісі түбінде деген ең маңыздысы сізге кетіп барадыр, қабыл алыңыз. Саят ағамызда сөз. Ал азаматтар, бүгінгі мерекеміз, тойымыз құтты болсын. Ақмола командасы жеңіс құтты болсын. Досеке, осындай жақсылықта, қуанышта еліміз аман, жұртымыз тыныш боп, тек қана қуанышта тойда бас қосайық. Құтты болсын бәр. Досымжан ағамыз, Ақмола облысын көшін бастап келген. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Біріншіден осы ұйымдастырған Шымкент қаласындағы өнер көкпарына, оны Нұрбол мен Асылбек бастаған азаматтарға бір қошемет жасап қойсаңыздар болады. Бұл көкпардың алғашқы құрылуына маған шабыт берген бірден бір команда ол Қарағанды болған. Ең алғашқы көкпарды біз Қарағандыға тартқанбыз, сондықтан Қарағандының бұл жердегі еңбегі
орасан зор. Бұл кісілер әшейін көкесін енді көрсетеді, енді бастап жатыр, қызып жатыр. Сондықтан қайырлы қылсын. Әр нәрседе бір қайыр дейді. Содан кейін анау Алматы өңірінен келген біздің өнердегі бауырларымызға үлкен алғысымызды айтамыз. Орындарыңыз тағы да құтты болсын. Енді атақтарыңыз көп болғаннан кішкене азайтып қойып жатқанымыз ғой. Өйткені көп атақтар сіздерде жүр. Енді біздің енді осыны қолдау білдіріп жатқан біз енді Ақмола көкпар федерациясының оның басшысы, президенті жаңағы Сағи бауырымыз бар, осында бізге бірге жүр. Оның бір себебі жаңа өздеріңіз байқап жатса, көкпар көрген жігіттерді айтып жатыр, көкпардың жөн жобасын біліп қапты жігіттер деп. Оны көрсетіп жатқан Сағи мен Ерғали Тоқабаев деген асыл ағамыз бар. Сол кісілерге ат беріп жағдайын жасап жатқан сол кісілерге алғысымызды білдіреміз. Бірінші өнер көкпары деп қолға алған уақытта соны бірден алып кеткен осы тұрған аттағым барлық жігіттердің алдында мен Алла разы болсын деп үлкен рахметімді айтқым келеді. Біз әлі көбейеміз. Кеше ғана осы Дөгдамайды естіп Тараз командасы құрылды. Әзірге 7 адам болып қазір Қостанай заявка тастады, Құдай қаласа. Сондықтан аламандығын берсе ұлттық спорт қолдау білдірсе, қарсы болмаса, дұрыс деп шешкен болатын болса, онда біздің жолымыз Аллаға шүкір. Ашық ендеше тәуекел, ат сүрінбесін, басымыз аман болсын, жеңісті күндерде жолыққанша. Алматыдан атақты Бауыржан көкеміздің ұлы, Арылбек көкеміздің ұлы Бауыржан Есебаев деген композитор. Ал құрметті ағайын, мынау бүгінгі көкпар керемет өтті. Ең бастысы біздің татулық, бұл ойынның есебі де, ойынның өзі де, бұл біздің амандығымыздан төмен тұратын дүние, біздің сыйластығымыздан төмен тұратын дүние. Сондықтан жігіттер бір-біріңді сыйласып, тату тәтті өткізгендерге мың мәртебе рахмет. Нұрбол мырза, келгелі бері құшақ жайып қарсы алыпсыздар. Сіздерге көп-көп рахмет, Алла разы болсын. Шымкент екенін көрсетіп жатсыздар. Ал құрметті Мұхтар ағалар, Нұрсұлтан, барлығыңызға көп-көп рахмет. Ал жігіттер енді көп мақтанбаңдар, енді алматылықтар көрдіңдер ғой. Жаңа Шымкентті жеңдік деп қоқиланып кетпеді бәрі. Енді Алла қаласа кеңейе берейік, көбейе берейік. Қазақстан жасасын, қазақ ел жасасын. Ал құрметті спортшылар, құрметті өнер адамдары, өнерпаздар, жарысқа келіп осындай ауа райында жаңа жарыс көрсетіп, өнер көрсетіп атқандарыңызға мыңда бір алғыс. Мына сіздерге төрешілік жасап жүрген төрешілерімізге алғыс. Қазақстан Республикасының ұлттық қошемет көрсетіп қойыңыздар. Қазақстан Республикасының ұлттық спорты әрқашан сіздермен бірге, президенті сіздермен бірге, сияқсы сіздермен бірге, сіздерді қолдайтын ел сіздермен бірге. Қош сау болыңыздар. Енді жолдастық кездесу Шымкент қаласы 3-ші орын иемденді. Қарағанды командасы. Алла абырой берсін енді. Сәл бас жағында қателік болды, кішкене ешнәрсе болмайды. Ертең аяқ барғанда түгелдей жібереміз оны.